есімізге қайтадан алып, мүмкін сіздерге де қызық болар. Мен тарихты алдым, қазақ хандығының құрылуы туралы тағы да. Мына жерде конспект, кішкентай емес, үлкен. Енді барлығын жазбаймыз, бізге керек нәрселерді жазып отырамыз. Ал енді кеттік. Мен өзім бұндай видеоларды жақсы көрем негізі. Сіздерге көрсетемін. Қазақ қазақ жерінде ежелгі дәуірден бастап Сақ-Құн, Үйсін, Қаңлы сияқты мемлекеттер орта ғасырларда түркі, батыс түркі, түргеш, қорлық, қимақ, қыпшақ тағы басқа моңғол шапқыншылығынан кейін кездерінде Ақ Орда, Моғолстан, Ноғай ордасы сияқты мемлекеттер болды. Ал қазақ хандығының құрылуы жаңа мемлекеттік жүйенің басталуы. Мынау керек сияқты бізге. Жазбайық. Не дейміз? Жаңа қазақ халқы қалыптасуға бет бұрған кезеңде халықтың тұрақты өмірі мен тіршілігін, атамекеннің тұтастығын, дамуға деген талпынысын қамтамасыз ете алатын жалғыз фактор мемлекет тұтастығының болуы еді. Тоже керек сияқты. Мемлекет мұндай қоғамдық сұраныстар дер кезінде түсінген Керей мен Жәнібек болды. Керей мен Жәнібек туралы білеміз. Керей мен Жәнібек сразу түсінді. Қазақ хандығы шаруашылықтың дамуы, өндіргіш күштердің өсуі, феодалдық қатынастардың қалыптасуы нәтижесінде ерте заманнан бері ұлан байтақ Орта Азияны мекендеген көшпенді тайпалардың бірыңғай этникалық топ құраған қазақ халқының бірігуі арқылы 15 ғасырдың орта шенінде құрылды. 1457 жылы Әбілқайыр хан Үз-Темір Тайшы бастаған ойраттардан Түркістан өңірінде жеңіліп қалды. Масқара ауыр жарасып, ойраттар Шу арқылы өз жерлеріне кетті. Ал Әбілқайыр өз ұлысында қатал тәртіп шараларын орнатуға кіріседі. Бұл халықтың оған деген өшпенділігін күшейтті. Оған қарсы күресті Жәнібек пен Керей басқарды. Қазақ хандығының құралуына 1457 жылдан кейін Керей мен Жәнібек сұлтандарын Әбілқайыр хан үстемдігіне қарсы күрескен қазақ тайпаларын бастап шығыс Дешті Қыпшақтан батыс Жетісу жеріндегі Шу мен Талас өңіріне қоныс аудару мұрындық болды. Ол кезде Жетісуды билеген Моғолстан ханы Есенбұға қоныс аударған қазақтарды Әбілқайырға қарсы пайдалану үшін оларға құшақ жая қарсы қоныс берді. Осы оқиға жөнінде тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Рашиди атты еңбегінде былай дейді. Ол кезде Дешті Қыпшақты Әбілқайыр хан биледі. Жазып қояйық.
даласының шаңырағын жайқалды. Ірі шиеленістер басталды. Оның үлкен бөлігі Керей мен Жәнібек ханға көшіп кетті. Сөйтіп олардың маңына жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Олардың өзбектер, қазақтар деп айтады. Қазақ сұлтандары 870 жылдары 1465-67 жылы билік жүргізе бастады. Алғашында қазақ хандығының территориясы Жетісу жерінің батысы Шу өзені
інісі ма, анасы, ағасы. Болат хан. Оның баласы Керей. Қызық, иә. Алайда жаңадан құрылған қазақ хандығының экономикалық негізі әлсіз еді және бірсыпыра қазақ тайпалары әбілқайыр хандығының моғолстанның ноғай ордасының және батыс сібір хандығының қол астында төрт хандыққа бөлшектеніп отырған болатын. Жаңа құрылған қазақ хандығының құрамына, яғни батыс жетісу өңіріне 10 шақты жыл айналасында 200 мың адамнан құралған қонысы керек етті. Сонымен қатар көшпелі ел үшін отырықшы егіншілік көркейген аудандар мен әсіресе қолөнер мен саудасы дамыған экономикалық орталық Сырдария жағалауындағы қалалармен сауда-саттық жасау маңызды мәселеге айналды. Сырдария менің негізі ауылым ғой. Мен Сырдария ауылым Сырдария қасында, өзім сол жердің қыздарым ғой. Бұл қарым-қатынастың оңалауынан тек көшпелі ғана емес, отырықшы аймақтарда халық мүдделі болды. Осы жағдайларға байланысты қазақ хандығының алдында үлкен тарихи міндеттер тұрды. Қалай істесек болады? Жазсақ болады. Бүйтеміз. Мал жайылым. Мал жайылымдарын пайдалану. Екіншіден, шығыс пен батыс сауда керуен жолдары өтетін Сырдария жағасында сығанақ созақ отырар ясса, қазіргі Түркістан қалаларды қазақ хандығына қарату. Сығанақ, созақ, отырар, Түркістан
барлығымыз білетін шығармыз,